балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар, бұл жемсауытты біз ағаштарға іліп кетеміз, иә? Қыс мезгілінде тағда келген кезде біз құстарға нелер ала келеміз? Азықтарын, яғни тамақтарын ала келеміз. Дұрыс айтасыңдар. Ары қарай балалар біз орманды аралайық таза ауамен. Ой, балалар, қараңдаршы мына жерді. Қараңдар. Мына жерде нелер тастап кеткен балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Алдында демалуға келген қонақтарымыз балалар. Қоқыстарын тастап, мына суды қараңдар, мына суды баспаймыз, аяқтарын су болып қалады. Қоқыс үстіне қоқыстарын тастап кетіп, осылай қалдырып кетуге болады ма? Жоқ. Кәне балалар, біз орманды таза ұстауымыз керек. Бір-бірден біз қоқыстарды салайық, иә? Кім салады? Кәне дарын бір-бір қоқыстан саламыз. Қандай қоқыстарға салатынымызды атап өткенде, бірінші дарын алып салсын. Кәне дарын, сен қай қоқыс жәшігіне саласың? Мына жақта қоқыс жәшіктері тұр екен. Сала ғой? Қызыл түстіге, иә, сала ғой. Дұрыс, Малика, сен қоқыстарды сала. Қайсы қоқыс саласың? Тезірек саламыз, айтып саламыз. Қай қоқыс жәшігіне саламыз? Мен қызыл қоқыс жәшігіне саламын. Дұрыс айтасың, сала ғой. Адия, ала ғой, қоқыстар тез-тез аламыз, кәне балалар. Сен қай түсті қоқыс жәшігіне саласың? Қызыл түсті ме? Сала ғой, жарайсың. Аделя, ала ғой. Қағазды қайда саламыз біз? Мен жасыл түсті бар. Дұрыс айтасың, жасыл түстіге. Балалар, қоқыстарды біз арнайы қоқыс жәшікке бөліп салуымыз керек. Кәне келесі қоқыстарды салайық, кәне тез етеміз. Үнжіп ала ғой сен. Барлығын ала. Айша, сен де ал. Мадина ал. Дарын ала ғой. Рафис ал. Тез-тез алып салып. Жинап тастауымыз керек, иә балалар? Қандай қоқысқа салып жатсыздар? Қарап сала беріңдер. Суды баспаймыз, аяғымыз суып қалмасын. Үнжіп, сен қандай қоқысқа саласың? Сала ғой. Жасыл түстіге? Жарайсың. Мадина, сен қайсыға саласың? Жарайсыңдар балалар. Қараңдар, орманымыз балалар. Мадина, сала, жарайсың Мадина. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді балалар қараңдар, орманымыз тап-таза болып қалды, иә? Қоқысты тастауға болмайды. Жемсауытты ағашқа іліп кетуіміз керек. Ары қарай орманды саяхаттаймыз. Кәне менің артымнан жүре қойыңдар, балалар. Дұрыс айтасың, Малика. Аделя, жапырақтарды жұлуға болмайды, иә балалар? Біз табиғатты не істеуіміз қажет? Аялауымыз қажет, қорғауымыз қажет. Жапырақтар бізге жаз мезгілінде өз көлеңкесін береді, иә? Жұлуға болмайды. Дұрыс айтасыңдар, біз жаңа ғана қоқыстардан тазардық, иә? Жүріңдер, ары қарай біз ағаш басына баруымыз қажет. Балабақшаға алып кетуді болады ма? Ой, балалар, қараңдаршы, мына жақта кірпі тұр екен. Балалар, өкінішке орай, біз кірпіні алып кете алмаймыз. Себебі кірпі қайда өмір сүру керек? Орманда өмір сүру қажет. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, мен сендерге уәде беремін. Өзіміздің балабақшаға барғасын әрқайсында кірпі жасайсыңдар, иә? Балалар, орманда өмір сүру қажет болғасын, орманда қалсын, иә, кірпіміз? Дұрыс па, балалар? Ары қарай біздің келген мақсатымызды аяқтаймыз, иә, балалар? Балалар, мен мына жерге келіңдерші, бірге ілейік. Кәне, бірге мына талға біз ілеміз, иә? Келесінде, балалар, біз келген мына ағаш басына біз іліп, бұның аты не деп аталады? Жемсауыт. Біз мына ішіне біз келесі келгенде не саламыз? Азықтарын, яғни құстар
табамыз, иә балалар? Дұрыс айтасыздар. Келесі тағы да орманға келген кезде саяхатта біз азықтарын алып келеміз. Балалар, сендерге орманға саяхаттаған ұнады ма, балалар? Олай болса, біздің балабақшаға оралатын сәтіміз келді. Келесі қыс мезгілінде келеміз, жарайды ма, балалар? Жарайды. Жүре қойыңдар, мен артына балабақшаға бараймыз.